Қазір біз PicsArt'та стикермен жұмыс істеп үйренеміз. Ол үшін просто басып, любой шаблон таңдап, шаблон емес даже, әшейін просто хост таңдап, он екіде 40, 17-де 58 деген 4 размері. Осын таңдап, потом на примере, да, просто стикерға кіреміз. И бұл жақта неше түрлі стикерлар бар. Поезді басып, например, малыш дейміз. Малыш дейміз. Малыш категорик. Жерде неше түрлі кішкентай бөпелердің экономик вижон шықта көрінсек, бұна жерде не тұрса, корона тұрса, ол премиумдікі, голдікі, взломанный PicsArt болса, сізде бұны спокойно ала аласыз. Егер взломанный PicsArt болмаса, бұны ала алмайсыз. Осында неше түрлі әдемі PicsArt бар, и бұны пайдалансаңыз болады тоже. Егер сіз нормальный клип-арт таппай жатсаңыз, өзіңіздің шаблонға оны пайдалансаңыз болады. Например, мына қызды қараңыздар. Любой жаңағы 40-нан шығаруға неге өсіпсек болады. Баянан үлкейтіп, мен качествосын көріп алам, вроде качествосы нормально. И осы пайдаланамыз, например, нәшке қойдық деге. Потом тағы да стикер. Осы стикерлердің ішінен мен метрика жасап беретін сіздерге. Сразу так, цветы деп жазсақ болады. Акварель. Дегіші цветы акварель десе, сразу нормально гүлдер шығады. Более-менее әдемі гүлдер. Например, мынаны таңдадық делге. Үлкейтеміз, осылай. Мына жаққа қоямыз. Например, бұлай. И на девочканың астынан жіберу керек. Ол үшін екі кнопочканы басамыз да, move down дейміз, и балапанның астына барады қыздың. Өстеміз, потом мынаны басамыз да, дублировать дейміз. Өстеміз да. Баянан бұрып. Жоғарыға қоям. Тура солай, бірақ қарама қарсыға қойып, мына жерге. Главное, мына стрелка плюсик бар ғой, но галочка бар ғой, соны басып тастамаңыздар. Оны басылып кетсе, сразу сохраниться етіліп кетеді и өзгерте алмайсыз. Метрика істепсіз да, сразу қызды қойды, потом мына жақта стикерді. Сразу метрика деп терсеңіз болады. Бәрі шығады, бізге сразу мынандай нелер шығады, сағаттар, мынандай сағаттар неше түрлі дайын сразу шығады. Так, қандай алсам екен? Например, любой біреуін ала салайын, мынаны алайын, роза бізге кеп тұр. Как раз болады екен, мынаны нәшке қоямын. Сонда мына жерге сағатын жазамыз. Нәшке рост весін жазамыз, нормально болады.
Нәшке атын жазамыз. Құдайына басатын жер қалмады ғой. Текст дейміз. Цвет, например, да? Аралым дейміз. Нәшке туған күнін, айын жазамыз мына жерге. Нәшке рост весін жазамыз. И все, сонымен бітеді. Біздің метрикамыз дайын болды. Бәрін стикерден алып істедім. Стикермен жұмыс істесеңіздер тоже болады.